Менің сүйікті тосабым. Сен ештеңе сұраған жоқсың, бірақ өзім ойлап таптым. Флинт? Флинт? Бері кел. Сен мұны қалай істедің? Түнде тосапты жаңбыр жаудырғам. Сосын оны көзден таса жиып алдым. Осында алып келдім де дәл осындай қалыпқа салып сарай тұрғызғым келді. Бәрі де тосаптан жасалған. Рояль да, жарық та, магнитофон да. Қане, Сэм, не қарап тұрсың? Ештеңе! Бомбаман! Етпетім мен, Сэм! Тамаша болған шығар. Демек, тосап де. Иә. Қатты әрі сұйық. Созылмалы полимерлі полипептидтердің түзуінен жасалған екен. Дәмді дегенім ғой. Сен не көйтесің? Қайттым. Ғылыми тұрғыда түсіндіресің де, сосын ақымақ бола қаласың. Сыр сақтай білесің бе? Жоқ. Сенің құпияңды ма? Әрине. Жақсы. Қысқасы, баяғыда мен де сен сияқты оқымысты болғам. Иә. Сен бе? Бала кезімде көзілдірік тағып алып, метеорология ғылымын зерттеумен айналысқам. Басқа қыздар қуыршаққа қызықса, мен болсам Доплердің 2000 турбо деген құрылғысына қатты қызықтым. Балалар мені үнемі мазақ ететін. Ятай, төрт көзді құбыжық. Құбыжық! Сосын? Сосын өзгердім. Ғылыми туралы ауыз ашпайтын болдым. Сосын мені ешкім мазақтамайтын болды. Бұрынғыдай көзілдірік таққым келеді, бірақ тақпаймын. Саған жақсы жарасатын шығар. Жоқ, жараспайды. Байқап көрейік. О, Не? ештеңе. Тоқта. Шашқа тағатын ғой. Енді мұнаны қараңдар. Мәссаған. Негізі, бұрын жаман болмағансың. Қазір тіпті кереметсің. Керемет. Жоқ, мұна түрмен көшеге шыға алмаймын. Неге? Сенің нағыз бейнең осы емес пе? Ақылды, көзілдірікті. Басқа не керек енді? Тамашасың. Сен сияқты жігітті ешқашан кездестірмеппін, Флинт Локвуд.